Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оларға дүниежүзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға мүмкіндік жасау қажет. Ол үшін білімді, білігі толыққан еңбекқор маман дайындау қазіргі уақытта ең өзекті мәселенің бірі. Елімізде тіпті облысымыздағы мектептерде балаларды оқытатын білікті ұстаздар жетпей жатыр деп дабыл қағуда. Министрліктегілер, оның ішінде ата-аналар да бар. Неге? Осы және өзге де сауалдар бүгін талқыланатын болады. Армысыздар, эфирде ой талқы ток-шоуы. Жалақы қанша болады мысалы? Орта жалақы мысалы мен айтам, енді 100 мыңнан кем алмайтын ұстаздар 400 мыңға дейін алды, жаңа Бекзат аға айтып отыр ғой. 400 мыңға дейін. Жоқ, сіздерде ауылда сонда 400 мың алатын жалақы адам бар ма? Ұстаз бар ма? 400 мыңға дейін кетіп қалған ұстаз бар ма сіздің ауылда? Шет ауданында. Қазір бар. Қазір бар да? Мен айта кететін негізінде білікті ұстаздың тапшылығы неден? Ол тұрақтылық жоқ өйткені. Қазіргі кезде мысалы жаңа айтып өтті, біз даярлаймыз, алдында дайындаймыз жаңа мұғалімдерді. Кармудан дайындап шығарамыз дейді. Кезінде 2000 жылдардың бастарында өздеріңіз білесіздер, жаңа грантовый система, кредитный система деген болды оқуда да. Жаңағы юридический экономический факультеттердің сұраныстары жоғары болды да, оларда талап та жоғары қойылды. Сондықтан басында студенттер бірінші екінші курста барады да, жаңағы білім саласындағы мамандықтарды таңдайды да, соған түсіп кредитный система немесе грантовый система. Соң ауысып кетеді. Басқа уже әрі қарай. Ол тұрақтылық жоқ. Және де әлеуметтік пакетті алатын болсақ, қазір ауылдың өзінде мысалы кезінде 90 жылдары мысалы көмір бәрін жасап отыратын, беріп отыратын. Қазіргі кезде бермейді. Жоқ ондай әлеуметтік пакет. Қазір даже санаторный курортныйдың өзі жоқ мысалы. Нұрлы жер программасын алатын болсақ, үй беретін мәселесі бойынша. Соның ішінде мұғалімнің тізімі жоқ, ішіне кірмеген. Ол жаңағы оны соның бәрін кіргізіп, енгізіп жұмыс істеу керек ол мәселе. Бар мәселе осында, жаңа сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Бізде мұғалімдерден қоғамда кішкене мұғалімдерден талап етілетін дүние міндеттелгенде мұғалімдердің стандарттарының орындалуы, басқа қағаз жаңа айтып отыр ғой мұғалімдер, бірақ оның бәрін азайтты. Сол міндеттелген. Өкінішке орай азайтылған жоқ. Күнделік мысалы әлі күнге шейін сондай жаңа білім орталығынан айтады, күнделік жүргізіңдер дейді. Мысалы ауылдық жерде әлі күнге шейін интернет жөнінде жұмыс істемейді. Олар күнделікті қалай толтырады? Азайтты дейді, мысалы, азайған жоқ, олар цифровой түрде толтыру керек, және де еще қағаз жүзінде толтыру керек. Жұмыс деген наоборот жүктеліп отыр үстіне. Қағаз жүзінде толтыру деген жоқ, қазір ашық айтамын. Бірақ электрондық журнал толтырып отыр. Ал енді ол жаңағы интернет жүйесін айтып, ол білім саласына қатысты емес сұрақ. Ол өзінің ақпараттық министрлігі бөлек. Ол біздің білім саласына емес, оған әрине бәріміздің де ренішіміз бар. Кейін кезеңде барлық ынталандыру бар мұғалімдер. Енді еңбек ете, әлгі бір-ақ ауыз сөзі бар, әлгі еңбек етсең ерінбейді, тояда қардың тіленбейді. Ол жаңа сөмкесін арқалап, уақытын өткізуге мектепке баратын болса, алатыны сол 42.500 болып қалуы мүмкін. Ал оның жанында еңбектеніп, олимпиаданың жүлдегерлерін дайындап, өзінің бүкіл талабын қоя білетін талантты мұғалім болатын болса, ол ізденгіш педагог болатын болса, оның алатын айлығы одан 10 есе жоғары болуы. Бірақ алайда бүгін таңда жоғары білікті ұстаз бол, сол кезде сен өте көп ақша аласың. Шынымен де айтып отырған, жаңағы қаражат, мысалы Елдос мырзаның айтып отырғаны, ол шындық. Шынымен де 300-ден 500 мыңға дейін ақша алып отырған мұғалімдер бар осы күні. Қазіргі күні мен сізге айтайын, мұғалім болу қызықтырақ болып тұр, директор мен завуч болғаннан гөрі. Бірақ енді жастар соған бара ма? Ол мәселені мектеп мамандыққа баулу жұмысымен айналысса, бір жағынан дуалды білім берумен айналысып, балалардың көбі университетте лекцияда отыра бергенше, мектепте көбірек сабақ беріп, сол жерде методика, педагогика, психологияны тыңдаса. Білікті ұстаз бізде тапшы емес. Ұстаз тапшы десеңіз, ол дұрыс. Мұғалімнің қазір мәртебесі түсіп қалған. Иә, ол билікке байланысты. Ол мәртебенің қазір заң қабылданды ғой мәртебе туралы. Менің өз басым ол мына тапшылықты шешпейді деп есептеймін. Шоқпармен біреуді біреуге сыйлата алмайсың. Заң шығарып, ананы сыйла деп айта алмайсың. Мына шығарған заң дұрыс шығар, ол мұғалімдерге көмектеседі. Бірақ мынау проблеманы ол шешпейді. 400 мың алып жатыр, мынау 500 мың алып жатыр. Ол да шешпейді. Кейбір уақытта қазіргі кезде ұстаздар балаларға ешқандай да стимул бере алмайды. Өйткені баға деген жоқ қазір өкінішке. Қазір сорос точтен кіріп кеткен. Ол неліктен, немен екен түсінбеймін мысалы. Мен 4 баланы оқып отырмын. Сорос точ ол баға қойылмайды. Қалай оқытады? Смайлик қоямыз ғой біз. Смайлик қойып береді, ол не деген сөз ол? Біліктілік жетпейді. Ұстаз бар ғой. Біз өзінің ауылда да еліміз бар. Ұстаз жоқ бізде ұстаз. Бар ұстаздың өзінде білікті ұстаздар аз. Мысалы, Түркияны қарасақ, Түркияны салыстырсақ, ең негізгі шешілмей жатқан мәселе Қазақстанда, мен өзі Каргудада жұмыс істегеннен білем, ұстаздарды дайындайтын оқытушылардың жаңағы деңгейінің нашарлағаны.
Яғни сіз жоғарғы оқу орындарындағы оқытушылардың біліктілігі төмен дейсіз ғой, иә? Соның барлығы осы айналып кеп мектептердегі ұстаздардың біліксіздігіне. Бұл жерде мұғалімнен бұл жерде маман даярлаудағы кемшілікке әкеліп отыр деп айту керек. Болмайды. Білікті ұстаздар неге жоқ? Себебі біздің колледжіміз болсын, орта оқуларымыз бар, бізде бірақ сұраққа жауап бере алмайды ешкім. Неге бізде қазақта генийлер жоқ? Осы мәселе үлкен мәселе. Мысалы, түрк колледжінде көп қатынастым. Олардың ішіндегі мұғалімдердің барлығы айтады, әрбіреуін айтады, сен генийсің деп. Содан кейін таңдаймыз. Түркияның колледждерінен шыққан, жаңағы не оқуына шыққан университет, жақсы университетті бітіріп, ана білім жерінде, мына жақта робототехникада бірінші орындар, үлкен керемет жаңа істер ашып жатады. Неге қазақта гений деген бар ғой, түсінікті келтірмейміз? Неге мұғалімдер осыны үйретпейді? Неге бізде барлығын бір деңгейде ұстағымыз келеді? Біздің қазақтың, мен сырттан салыстырам, таңғаламын мен. Қазақтар орташа дәрежеге дайынбыз. Бәріміз орташа болуымыз керек. Қарағанды қаласының білім сапасы өте жақсы, облыстікі өте жақсы. Олар осының барлығы білікті ұстаздың жұмысынан шығып атқан нәтиже. Кім білікті ұстаз жоқ деп отыр? Кешіріңіз. Неге айтасыздар? Жоқ деп жатыр ғой. Бізде ұстаз жоқ. Міне сізге бірден айтайын. Экономикамыз жарқырап жатқан. Мектеп директорларының неге мемлекет дамымайды? Мектеп директорларының несі бар, міне WhatsApp-ы мына Неге жерде. бизнес дамымайды? Мына жерде бір-бірінен сұрап атқан мұғалімдерді сұрап жатыр. Маған химия мұғалімі керек, маған информатика керек, маған анау керек, мынау керек деп сұрап жатыр. Бізде ұстаз жеткіліксіз. Білікті ұстаздар бар бізде. Мұғалім жеткізіксіз. Жарнама керек. Мұғалімге. Жаңағы сөздеріңіз дұрыс емес. Мына кісі нашар дегені, ана баланың қағазбастылық көп дегені дұрыс емес. Мұғалімдер қағазбастылық жоқ. Мына баланың жарнама керек емес дегені дұрыс емес. Жарнама керек. Әншілерге қаптатып жіберді 10 жыл. Елдің бәрін әнші. Сіздерге жарнама жасауға кім кедергі болып жатыр? Елбасы былтыр 2 жыл бұрын ғана айтты. Міне жолдауда. Мен өз ішкі саясатта мемлекеттік қызмет істеген адаммын. 20 жыл бойы кәсіпкерлікті ғана насихаттадық. Кредит беріліп жатыр, ауыл шаруашылығына кредит беріліп жатыр. 2 жыл болды. Педагог мәртебесінен заң қабылдап, елбасы айтып жолдауда. Енді осы бетті қоғам болып көтеріп әкетуіміз керек. Жарнаманы айта беруіміз керек. Ауылды 200-500 мың теңге алады деп айта беру керек. Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған Саран қаласында форум өткізіп келдік. 23 жастағы бала сонда доктор наук. Тарих ғылымдарының докторы. Осындай жарнама керек. Керемет мықты тұлғалар бар. Керемет өсіп келе жатқан. Бастауыш білім беру мұғаліміне қаншама орыс тілінен мамандар тапшы жоқ. Орыс мектебіндегі мамандар. Бізден бітіреді, орыс группасын аламыз, қазақ группасын аламыз. Орыс группасын бітіргендердің, мен точно статистикасын білмеймін, көбі біздің басқа жаққа, сыртқы мемлекеттерге, жақын сыртқы мемлекеттерге сол жаққа кетеді. Бітіреді бізді, сосын жоғарғы высший содан алады. Енді 100% емес қалғанын. Ол бір. Екінші, оқушыны болашақ өзінің мамандығын, өмірлік мамандығын, азығын тауып жейтін мамандығын таңдау үшін, оны мектептен бастап кәсіби бағдар беру керек. Қазіргі кезеңдерде мысалы жекеменшік оқу орындарында да мысалы аграрлық ауыл шаруашылық деген сияқты салаларда да бастауыш білім беру мектепке дейінгі тәрбиеші деген мамандықтарды ашып жаңағы мамандар даярлап жатыр. Қазіргі кезеңде бұл бағыттағылар жоғары деңгейдегі мамандарды даярлап жатыр дегенге кепілдік бар ма мысалы? Сол себепті сол жақтарында қарастыру керек деп ойлаймын мен. Келген жас маманға білмегенін білдіртіп, ол жақтан теория алып келсе, практика жүзінде. Сосын жаңа кәсіби бағдар деп отыр. Кәсіби бағдар ол колледждармен де, университеттермен де, мектептерде жүріп жатыр. Құдайға шүкір, қазір соңғы 2 жылда міне жас мамандар отыр, біліктіліктер мықты. Мен айтпаймын, қазіргі бітіріп атқан жастарымыз келіп атқан жас мамандар мықты. Мен ол жас мамандардың біліктілігі жоқ дегенге мен келіспеймін. Сондықтан да олардың ары қарай біліктілігін ұштастыру, ол мектептің сол жерде барған жерлердегі ұйымның міндеті деп ойлаймын. Қазіргі таңда білікті ұстаз тапшы емес, білікті ұстаз жасай алатын ұстаздар да көп. Жастарда мүмкіндіктер көп, менің ойымша ұстаз болам деген адам ұстаз бола алады. Жас маманның жақсы ұстазға айналуы және де жақсы ұстаз болып қалуы
ол өзіне байланысты. Өйткені сен 4 жыл білім алып, сол білімім жетеді, мен енді жақсы ұстазбын деп айтуға келмейді. Өйткені заман дамып жатыр. Заман ағымына қарай сен өзіңді дамытып отыру керексің. Жоғарғы оқу орнының бағдарламасымен мынау орта білім буының бағдарламасының арасында үлкен ор жатыр. Терең ор жатыр. Алшақтық. Жалпы мен ұсыныс айтқым келіп отыр, әсіресе депутат мырзаларға. Біз мысалы педагогика деген пәнді өтеміз университетте. Қарасаңыз, әдебиеттер өте ескі. Ал біздің балалар қазір дамып кеткен, технология дамып жатыр. Менің ойымша, инновациялық технологиялар көбірек үйрету керек сияқты. Болашақ мұғалімдерге. Неге? Өйткені мұғалім болып келген бала Кахутты білмейді, Куизизді білмейді. Неге? Өйткені университетте үйреткен жоқ. Яғни басқа жерде ол қай жерде үйрену мүмкін деген сияқты бір сұрақ бар еді, және де ұсыныс. Мысалы, педагогика әлі де жаңа ескі әдебиеттермен сол оқытылатындығы, бұл енді бұл үлкен проблема. Бұл жаңа білім және ғылым министріне өте жеткілікті нәрсе. Қазір әр елді мекенде болашағы бар ауылдарда ауылға қажетті мамандарға сәйкес мемлекеттік үйлер салыну керек. Мұғалімдерге арналған, дәрігерлерге арналған қажетті ма? Сол салым бойынша бұл мұғалім ауылға барған уақытта алаңсыз жұмыс жасайтындай жағдай жасауымыз керек. Бізде қазір алтын жастар келе жатыр. Біздің осы айналдырған 10 жылдың ішінде экономикада да, ғылымда да, білімде де, осы барлық жерде үлкен революция, төңкеріс болады. Ол төңкеріс дегеніміз сол, жақсы мамандар келіп, біздің еліміз жаңаша қарқынмен дамитын кезеңге келдік. Өйткені мен жастарды сондай жүрегінде оты бар, жүрегінде батыры бар, сондай жас мамандардың келе жатқандығын күнделікті өмір көрсетіп келеді. Сондай сәл-пәл сабыр етсек, сіз екеуміз аға болып, соларға қамқорлық жасай алсақ, онда біздің қоғам жаңа кезеңге жетеді. Мемлекеттің болашағы, үміті мен сенімі, жас ұрпақ тәрбиесіне үлкен жауапкершілікпен қарау, заман талабына лайықты мұғалімнің қызмет етуі, қоғам дамуын алға бастайды. Ұлы Абай айтқандай, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген ой иірімі әр ұстаздың басты ұранына айналып, адамзат құндылығы білім екенін көрсететін білікті мұғалімдердің орны әрқашан сұраныста болмақ. Осымен ток-шоу тәмам, аман сау болыңыздар.